Қайырлы күн құрметті оқушылар. Бұл сіздермен ерітінді есептерін крест әдісімен есептеу тақырыбы. Яғни бұл крест әдісін Пирсон конверсия деп айтады, немесе материалдық баланс теңдеуі деп те айтады. Әртүрлі қолданады. Енді бұны көбінесе олимпиадада қолданады. Жалпы бұл әдістің қандай артықшылығы бар? Кешегі біз мысалы бір сабақ өткен кезде оқушылардың көбі крест әдісімен шығарайық деп жатыр. Енді егер де крест әдісін меңгеріп алсаңыз, бұл өте жақсы әдіс, өте қолайлы, жеңіл, тез есептеуге болады. Бірақ бұның бір қиындығы, көп оқушылар крест әдісінен оңай шатасады. Сондықтан да әдетте мен негізі бұны олимпиадниктерге үйретем бұл әдісті. Курстағы оқушыларға бұл туралы айтпағанбыз. Бірақ енді оқушылардан сұраныс болған соң мүмкін меңгеріп алатын шығар. Меңгеріп алсаңыздар, бұл өте тамаша әдіс. Есептерді оңай шығаруға болады, әсіресе ерітінді есептерді. Енді нақты бұл әдіс қайдан шықты, қалай қолданамыз? Бұл жалпы массаның сақталу заңына, мысалы еріген заттың массасы ешқайда жоғалып кетпейді. Содан шыққан. Енді оны біз қалай қолданамыз? Мысалы кез келген ерітіндінің есебінде, ол жай ерітіндіге су қосамыз ба, тұз қосамыз ба, жоқ ерітіндіге ерітіндіні қосамыз ба, жоқ ерітіндіге жаңағы бір кристалл гидратты қосамыз ба, бәрібір. Бұл жерде 3 массалық үлес болады. Сол үшеуінің арасындағы қатынастары арқылы есептеледі. Мысалы, мынадай бір есепті қарап көрейік. Натрий сульфатының 25% 200 грамм ерітіндісімен 10% 300 грамм ерітіндісі араластырды дейді. Алынған ерітіндегі тұздың массалық үлесін. Яғни бізге мына екі ерітіндіні қосқан кезде 25% ерітіндімен 10% ерітіндіні қосқан кезде үшінші бір ерітінді шығады дейді. Соның массалық үлесі қанша дейді? Омега 3. Бұндай есептерді біз қалай шығарамыз? Әдетте мына әртүрлі ерітіндіні бір-біріне қосқан кезде мына соңғы алынатын ерітіндінің массалық үлесі мына үлкен массалық үлестен кіші, мына кішісінен үлкен болады. Яғни осы екеуінің арасында 10% бен 25%-ның арасында болады. Ал крест әдісінде біз қалай қолданамыз? Енді бұл жерде нақты қатып қалған ереже жоқ, бірақ сіздерге айтар кеңес, мен шатаспау үшін былай жазсаңыздар болады. Үнемі бізде 3% бар ғой қазір. 25%, одан кейін омега 3 и 10%. Үлкеннен кішісіне қарай орналастырып алдық. Енді мынау крест әдісіне жазған кезде үлкен ең үстіне жазайық. 25% үстіне жазамыз. Оның астына ең кіші пайызды, яғни 10%. Мынау центрде бізде ортадағы пайыз, яғни омега 3. Болды. Енді біз ары қарай үлкеннен кішісін азайтамыз. Мысалы 25% ең үлкені, одан омега 3-ті азайтамыз. Сонда 25 минус омега 3. Ал енді омега 3 пен 10-ның қайсы үлкен? Әрине омега 3 үлкен. Өйткені ол 10%-дан көбірек қой. Онда омега 3 минус 10%. Болды. Бұл крест әдісінің ең басты ережесі осында. Сонда сіздер бұдан кейін шатаспау үшін әрқашан үлкен процент үстіне жазасыз, ең кіші процентті астыға жазасыз, ортадағы екеуінің арасындағы процентті мына центрге жазасыз. Содан кейін үлкеннен кішісін азайтасыз. Енді ары қарай бізге пропорцияның келесі жағы керек. Мына бір жағы бар. Келесі жағына біз бірінші үстіңгі жағында 25%-ық ерітінді тұр. Онда соның массасын жазамыз. 25%-ық ерітіндінің массасы 200 грамм. 200. Астына бізде 10%-ық ерітіндінің массасын жазамыз. 10%-ық ерітіндінің массасы 300. Так, міне. Мынау 10%-ық ерітіндінің массасы, мынау 25%-ық ерітіндінің массасы. Енді жай ғана мына жерден пропорция. Оны қалай жасауға болады? Мысалы, бір-бір астын үстіне бөлуге болады. Мысалы, омега 3 минус 10, 25 минус омега 3 тең 200 бөлінген 300. Бұлай да жасауға болады. Немесе сіздер білесіздер, пропорцияны бұлай көбейтуге де болатын еді. Мысалы, 300-ді көбейтеміз. 300 көбейтілген омега 3 минус 10 тең 225 минус омега 3. Осылай да есептеуге. Мысалы, қазір мынаны есептесек. 300-ді омега 3-ке көбейтсек. 300, мынау жаққа жазайын. 300 омега 3. Ал 300-ді 10-ға көбейтсек. 3000. Тең 200-ді 25-ке көбейтсек. 5000. 200-ді минус омега 3-ке көбейтеміз. Сонда минус 200 омега 3.
Енді омега 3-ті бір жағына өткізейік. Мына минус 200 мына жаққа плюс болып өтеді. Онда 300-ге 200-ді қоссақ 500. 500 омега 3. Ал енді 3000-ды теңдіктің оң жағына өткізсек, ол минус плюс болып өтеді. Онда 5000-ға 3000-ді қоссақ 8000. Ал енді онда омега 3-ті табу үшін 8000-ды 500-ге бөлеміз. Сонда 2 нөлді қысқарып тастасақ 80-ді 5-ге бөлеміз, 16%. Болды. Бұл есептің жауабы 16% екен. Қысқаша крест әдісі деп отырғанымыз осы. Енді тағы бір қанша мысалдарды қарап көрейік. Енді басқа мысалдарды қарамас бұрын сіздерде мына крест әдісін қолданған кезде енді жаңағы жерде мысалы нақты проценттер берілген ғой. Кейде бізге ерітіндіге суды қос дейді, кейде тұзды қос дейді. Ол кезде біз қалай жасаймыз? Мынау массалық үлес деген, ерітіндіге массалық үлес, ол әрқашан еріген заттың ғана үлесі болады. Еріген зат, яғни сол жерде қанша еріген зат бар екенін көрсетеді. Ал енді онда бізде ерітіндіге суды қостық деген кезде не болады? Судың құрамында ешқандай еріген зат болмайды. Судың құрамында, мысалы мынау су болса, оның құрамында ешқандай еріген зат жоқ. Яғни бұл жердегі еріген заттың үлесі 0%. 0%. Сонда суды қосты дегенде ол жердегі процентті біз 0% деп аламыз. Массалық үлесті. Ал енді ерітіндіге белгілі бір еріген затты қосты. Яғни мысалы тұзды қосты десе, жаңағы ерітіндіге еріген затты қосты десе, еріген заттың өзін қосты десе, онда ол жерде еріген заттың үлесі 100% деген сөз. Өйткені таза еріген заттың өзі ғана қосылып тұр. Оның құрамында ешқандай су жоқ. Сондықтан еріген затты қосты дегенде массалық үлес 100 деп аламыз. Ал енді кейде бізде кристаллогидратты қосты деп айтады. Кристаллогидратты. Ол мысалы оның құрамында еріген зат та бар, су да бар. Онда кристаллогидратты біз шартты түрде ерітінді деп қарасақ болады. Ерітінді. Онда оның құрамында мына тұздың үлесі қанша? Соны тауып аламыз. Оны жай ғана химиялық формула бойынша таба аламыз. Мысалы купрум С4-тің массалық үлесін табу үшін оның мрін, купрум С4-тің мрін жалпы кристаллогидраттың мріне бөле қоямыз. Кристаллогидраттың көбейтеміз 100%-ға. Сонда 160 купрум С4-тің мрі, кристаллогидратымыз 250, көбейтеміз 100% и 64% шығады. Сонда біз мыс купуросы, мынау кристаллогидратымыз мыс купуросын 64%-тік мыс сульфатының ерітіндісі деп айтсақ та болады екен. Но шартты түрде солай айтуға да болады. 64%-тік мыс сульфатының ерітіндісі. Түсіндік па? Сонда егер сіздерде кристаллогидрат берілсе, кристаллогидрат қос десе, онда оның массалық үлесін тұздың молярлық массасын кристаллогидраттың молярлық массасына бөлу арқылы табамыз. Енді нақты мысалдар қарап көрейік. Жаңадан бері айтқандарымыз бойынша. Мысалы, массасы 200 грамм 15%-тік натрий хлорид ерітіндісіне дейді. 12%-тік ерітінді дайындау үшін судың массасын, қосылатын судың массасын есептеңіз дейді. Біз бағана айттық, жалпы ерітіндіде 3% болады. 15%, 12%. Ал енді үшінші пайызымыз қайда? Ол міне су деп отыр. Суды қосамыз деп отыр. Су қосылады деп отыр. Енді жаңа айттық, судың құрамында ешқандай еріген зат болмайды. Онда ол 0%. Яғни судың құрамындағы еріген зат 0%. Енді бізде 3% бар. Енді жаңағы айтқан ережеміз бойынша ең үлкенін үстіне жазамыз. 15%. Ең кішісін астына жазамыз. 0%. Ал ортадағы, мысалы 0-ден үлкен, 15-тен кіші ол 12. 12-ні центрға жазамыз. Енді мына үлкеннен кішісін азайтамыз. 15-тен 12-ні азайтсақ 3, ал 12-ден 0-ді азайтсақ 12. Болды. Негізгі пропорциямыз дайын. Енді мына жаққа не жазамыз? Мына 15%-лық ерітіндінің массасын. 15%-лық ерітіндінің массасы қанша болды? Ол 200 грамм. 200 грамм. Ал 0% деп отырғанымыз ол су. Судың массасы. Судың массасын бізден сұрап отыр. Қанша суды қосу керек деп отыр. Онда оны біз білмейміз қанша. 2. Онда мында 2. Болды, енді пропорция бойынша біз бұлай жасай салымызға да болады. 12-ні x-ке көбейтеміз. 200-ді 3-ке көбейтеміз. Онда 12-ні x-ке көбейтсек 12x тең 200-ді 3-ке көбейтсек 600. Онда x тең 600 бөлінген 12 тең 50 грамм. Сонда біз мынау ерітіндіге 50 грамм су қосу керекпіз. Есебіміз бітті. Түсіндік па кішкене? Тағы қарап көрейік. Массасы 120 грамм 10%-тік натрий сульфаты ерітіндісінен дейді. 15%-тік тұз ерітіндісін дайындау үшін қосылатын тұздың массасын есептеңіз дейді. Мына жерде қарасаңыздар,
тұзды қосу керек деп отыр. Яғни еріген затты қосу керек. Тұзды қосу керек. Онда бұл жердегі массалық үлесіміз 100%. 100%. Онда бізде 3%-іміз бар міне. 100, 10, 15. Онда ең үлкені 100. 100% ең үлкені. Ең кішісі 10%. Мына ортада 15% болу керек. 15%. Онда 100-ден 15-ті азайтсақ 85. Ал 15-тен 10-ды азайтсақ 5. Ал енді 100%-дық ерітінді ол бізде масса тұз. Бізге қанша тұз қосу керек деп отыр, оны білмейміз. Онда 2. Онда мына жаққа 2 міне. Өйткені осы тұздың массасын мына жерге жазамыз. Ал 10% ерітіндіден қанша бар? 120 грамм. 10% ерітіндіден 120 грамм. Болды, енді x табамыз. Онда x-ті табу үшін 85x тең 120-ны 5-ке көбейтсек 600. Бұлай көбейтеміз. Енді x тапсақ 600-ді бөлеміз 85-ке. Бұл жоқтап 7,6 грамм. Болды. Сонда біз мына ерітінді 10%-дық ерітіндіден 15%-дық ерітінді дайындау үшін біз 7,6 грамм натрий сульфатын қоссақ жеткілікті екен. Натрий 2,4 қоссақ болды. Есеп оп-оңай міне. Крест әдісін сонда үйреніп алсаңыздар, дұрыстап меңгеріп алсаңыздар, түсініп алсаңыздар, бұл негізі ең оңай. Ең оңай. Тағы есеп қарап көрейік. Массасы 180 грамм натрий хлоридінің 10% ерітіндісінен 18% ерітіндісін алу үшін дейді. Бізге 18% ерітінді алу үшін қанша суды буландыру керек дейді. Мына жерде суды буландыру керек дейді. Яғни кетіп жатыр су бөлініп кетіп жатыр. Онда біз оны мына жерден бөлінетін су болғандықтан оның құрамындағы массалық үлес, яғни судың құрамында ешқандай еріген зат жоқ, 0. Енді проценттеріміз бар. 0, 10, 18. Ондай үстінде 18%, 18%, астында 0%, ал ортамызда бізде 10%. Енді 18-ден 10-ды азайтсақ 8, ал 10-нан 0-ді азайтсақ 10. Енді 18%-дық ерітіндінің массасы қанша? Ол бізде қанша қалған біз білмейміз. Судың массасында қанша екенін білмейміз. Енді буланған суды біз x деп алайық. Буланған су x болсын. Мына буланып кеткен су. Ал енді бізде жалпы ерітінді, бастапқы жалпы ерітіндіміз 180 грамм болған. 180 грамм. Онда егер суымыз бізде x болса, 18%-дық ерітіндіміз 180 алынған x болады. 180 алынған x. Өйткені жаңағы 180 грамм ерітіндіден су буланып кетті, содан кейін қалған ол 18%-дық ерітінді. Түсініп жатырмыз ба? Енді болды, мына жерден пропорция жасаймыз. 10-ды x-ке көбейтсек 10x. Енді 8-ді 180-ге көбейтсек. Так, калькулятормен көбейте қояйын. 8 көбейтілген 180. Так, 8 көбейтілген 180. 1440. 1440. Минус 8x. Яғни мына 8 мынаған жеке-жеке көбейтіледі. Жеке-жеке көбейтіледі. Ал енді минус 8x теңдіктің оң жағын өткіземіз. Онда минус плюс көбейтеді. 10-ға 8-ді қоссақ 18x. Тең 1440. Онда x табу үшін 1440-ды 18-ге бөлеміз. 1440-ды 18-ге бөлеміз. Бөлемін 18-ге 80 шығып отыр. 80. Сонда біз 80 грамм суды, яғни 80 мл суды буландыру керек екенбіз. Болды, есептің жауабы 80. Түсіндік па? Так, келесі. Мыс сульфатының 200 грамм 16% ерітіндісін дайындау үшін дейді. 10% мыс сульфаты ерітіндісімен мыс купоросын араластырды дейді. Мыс купоросы деп отырғанымыз жаңа кристаллогия. Купромесі 4, 5H2O. Мына екеуін қосты дейді. Ерітінді дайындауға алынған мыс купоросының массасын есептеңіз дейді. Сонда бізде 1%-іміз 16, екінші 1%-іміз 10, ал үшінші процент мына мыс купоросын есептейміз. Енді оны бағанағына есептедік. Мысалы, жаңағы мына купромесі 4-ің әмерін жалпы әмерге бөлеміз деп. Бұл жерден омегамыз 64% шыққан. Яғни жаңа 160 250-ге бөліп 100-ге көбейткенде 64 шыққан. Енді үшінші пайызымыз да бар. Енді қарайық. Ең үлкені 64. Онда 64% үстіне жазамыз. Ең кішісі 10%. Екеуінің арасында ол бізде
16%. Онда 64-тен 16-ны азайтсақ 48. Ал енді 16-дан 10-ды азайтсақ 6. Енді 64%-дық ерітінді деп отырғанымыз ол бізде кристаллогидрат. Жаңа купрум SO4 5H2O. Оның бізге массасын тап деген. Мұнан массасын бізде білмейміз, X. Онда мына жерде X болады. Біз мына үнемі мына үстіңгі жағында осы үстіндегі проценті бар ерітіндінің массасын жазатын едік. Ол X болды. Ал енді 10%-дық ерітінді қанша? 10%-дық ерітіндінің массасы ол да белгісіз, но бірақ бізде мына ортадағы 200 бар ғой, общий 200 бар. Онда 200-ден азайтамыз X-ті. 200 минус X. Болды, енді осыдан біз мына пропорция құрсақ, 6-ны көбейтеміз 200 минус X-ке тең 48X. 48X. Енді екі жағында 6-ға қысқартып тастауға болады. 6-ға. Онда 200 минус X тең 48-ді 6-ға бөлсек, 8. 6, 8, 48. 8X. Енді X-ті теңдіктің оң жағын өткізе қоямыз. Онда 200 тең 9X-ке. Онда X табу үшін 200-ді бөлеміз 9-ға жуықтап 22 ғой деймін бұл. 22-де 2 ма сондай шығады. 200-ді бөлеміз 9-ға 22-де 2. 22-де 2 грамм біз жаңа кристаллогидратты қосу керек екенбіз. Купрум SO4 5H2O-ны қосу керекпіз. Қалғаны жаңа бізде 10% ерітінді болу керек. Болды. Бұл есебімізде оңай. Енді мынаны егер сіздер мына крест әдісін егер басаңыздар, оңай шығарасыздар. Крест әдісін білмесеңіз, енді бұл кішкене күрделірек. Біз бұны сабақтың кезінде басқа математикалық жолмен шығарғанбыз, басқа жолмен. Крест әдісін сіз біліп алсаңыз, енді бұл жерде ең қиындығы сіздерге 64% қайдан шықты деген. 64% ол мына кристаллогидраттың құрамын есептедік. Одан кейін мына жаққа пропорцияның екінші жағына нені жазатын біліп алсаңыздар болды. Ол әрқашан мына жердегі ерітіндінің массасын жазып отырамыз. Енді бұл жерде өрнектегенде 200 минус X қайдан шықты? Өйткені біз жаңағы міне 10%-дық ерітіндіге, 10%-дық жаңа мыс сульфатының ерітіндісіне, купрум SO4 ерітіндісіне біз кристаллогидрат қостық. Мына жерде купрум SO4 5H2O-ны қостық. Осы екеуін қосқан кезде бізде 200 грамм 16% ерітінді шықты. 16%. Сонда мына 200 қайдан келді? Егер мынау X деп алсақ, мынаны біз білмейміз ғой, қанша екен X деп. Онда мына бастапқысы 200 минус X деген сөз. Өйткені мына екеуінің қосындысы 200-ге тең болу керек. Болды. Сонда міне, мынау кристаллогидрат X, мынау бастапқы 10%-дық ерітіндіміз 200 минус X. Келесі мысал, массасы 28-де 1 грамм никель сульфатының XH2O, яғни мынан құрамындағы суын біз білмейміз. Кристаллогидратын 49-да 4 мл суда еріткенде 20% никель сульфат ерітіндісі алынды дейді. Сонда бізде 3 цифр бар. Никель сульфатының массасы бар, судың массасы бар, енді көлем массасына тең, и соңғы ерітіндінің проценті бар. Енді судың проценті біз білеміз 0%. Мынау никель сульфатының процентіміз білмейміз. Онда оны бір омега 3 деп, омега деп қояйық. Омега білмейміз. Бірақ бізде қандай? Мынау кристаллогидратқа бірінші никель SO4 XH2O-ға біз суды қостық. H2O-ны қостық. Осының нәтижесінде 20%-дық ерітінді алынды. 20%. Но если мынау 0% болса, значит мынау 20-дан көп деген сөз. Мына жердегі омега никель SO4 ол үлкен 20%-дан. Өйткені біз процент көп ерітіндіге процент аз ерітінді қосқанда екеуінің арасындағы бір ерітінді алынатын еді. Бізде 20% ерітінді алынды десе, демек никель сульфатының массалық үлесі 20-дан көп деген сөз. Біз нақты білмейміз, өйткені мына жерде судың санын білмей тұрмыз ғой, оны есептей алмаймыз. Онда біз ең үлкен ретінде омеганы аламыз, ал ең кішісі бізде 0. Ортада бізде 20%. Онда омегадан 20-ны азайтамыз, үлкеннен кішісін азайтамыз. Омега минус 20. Ал 20-дан 0-ді азайтсақ, ол 20. Енді мына жердегі жаңа никель кристаллогидрат мынау. Никель SO4 XH2O. Оның массасы біз білеміз. Ол бізде 28-де 1 грамм.
Мына жерде 0 деп отырғанымыз ол су. H2O. Оның да массасын білеміз. Ол бізде 49-да 4. Болды, енді мына жерден пропорциядан тапсақ, онда 28-де 1-ді көбейтеміз. Мынаған жеке-жеке көбейтіледі. Сонда 28-де 1 көбейтілген омега минус 20-ға. Мына жақтан 20 көбейтілген 49-да 4. Енді көбейсек 28-де 1 омега тең 28-де 1-ге 20-ны көбейсек. 28-де 1-ге көбейтеміз 20-ны. 562 шығып тұр. 562. Оны теңдіктің оң жағы, мына жерде минуспен шығады. Оны теңдіктің оң жағына өткізе салайық. 562. Плюс 20-ға көбейтеміз 49-да 4-ті. 988. 988. Енді оған қосамыз 562-ні 1550. Онда омегамыз тең 1550-ді бөлеміз 28,1-ге. 1550-ді бөлеміз 28,1-ге. 55-те 16 шығып тұр. Омегамыз сонда 55-те 16%. Енді бұл омега дегеніміз не еді бізде? Омега ол мына кристаллогидраттың құрамындағы никель SO4-тің массалық үлесі еді. Оны біз қалай табатын едік? Омега никель SO4-ті табу үшін осының MR-ін, MR никель SO4-ті бөлеміз MR кристаллогидратқа. Никель SO4-тің MR-ін табуға болады. MR никель SO4 бізде, никель бізде 59. Оған қосамыз 32, қосамыз 64. Сонда 96, 96-ға 59-ды қоссақ 155. Онда мынаның үстінде бізде, айтпақшы мына процентіміз білеміз, жаңа 55-те 16 оны санға айналдырсақ 0,55, 16 болады. 55-те 16%, оны санға айналдырсақ 0,55, 16. Онда бізде MR кристаллогидратымыз, кристаллогидраттың MR-і тең 155-ті бөлеміз 0,55, 16-ға. Енді осыдан жоқта болайық. 155 бөлінген 0,55, 16. 281 шығып тұр. 281 грамм моль. Бұл бізде кристаллогидраттың MR. Енді біз оны не үшін таптық? Біз егер кристаллогидраттың MR-ін білсек, оның құрамында қанша су бар екенін анықтауға болады. Мысалы бізде жалпы 281. Оның 155-і. Мұнда 155 ол никель сульфаты болса. Онда қалғаны қанша? 281-ден 155-ті азайтамыз. 155-ті азайтамыз. 126. Ал енді бізде су 18. Онда неше су бар? 18-ге бөлсек 7 шығып тұр. Сонда мына жердегі X-іміз ол 7 екен. Сонда кристаллогидраттың формасы никель SO4 7H2O. Болды. Осылай формуланы таба қойдық. Енді мынау жерде сіздерге өзіндік жұмысқа арналған, жаңағы біз шығарған есептерге ұқсайтын 6 есеп бар. Өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Бұл жаңағы біздің шығарған есептерімізге формасы бәрі ұқсайды. Тек қана заттары, сандары, басқа заттар. Ал енді бұны шығарып көргеннен кейін тексерулеріңізге де болады. Бұл есептердің жауаптары бар. Соңында барлығын жауаптарымен берілген. Жақсы оқушылар, енді крест әдісі сіздерге ұнаса түсінсеңіздер, осы видеоның астына комментарийге жазсаңыздар болады. Алдағы уақытта қандай тақырыптың есептерін шығаруды үйренгілеріңіз келеді, соны жазып қойсаңыздар болады. Аман сау болыңыздар, сәттілік.